Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, арнамызға қош келдіңіздер. Менің каналыма жазылмасаңыздар, жазыла кетіңіз. Бүгінгі сіздерге ерекше әрі ойландыратын бір хикаяны баяндап бергім келеді. Бұл небәрі 19 жасында өзінен әлде қайда үлкен, жағдайы жақсы, бай кәсіпкерге тұрмысқа шыққан Арайдың оқиғасы. Арайдың бұл некеге не үшін барғанын алғашында көп адам түсінбеді. Біреулер байлығына қызығып деді. Енді біреулер жас қыз ғой, өмірді әлі түсінбейді деп аяды. Ал Арайдың өзі ше? Ол кезде ол өзінің өміріндегі ең үлкен қателікке қадам басып бара жатқанын білмеді. Бірақ бұл оқиғаның ең қызығы, Арнұрдың Арайға үйленгеніне қарамастан, оның өмірінен бұрынғы әйелі Роза ешқашан толық жоғалмады. Өйткені олардың балалары бар еді. Ал балалардың тағдыры ерлі-зайыптылардың ажырасуына қарамай, екеуін өмір бойы байланыстырып тұрды. Ендеше оқиғаны басынан бастайық. Арай 19 жасқа енді ғана толған, ол үлкен қалада өскен қыз емес еді. Қарапайым отбасынан шыққан. Бала кезінен анасының «Қызым, жақсы тұрмыс құрсаң, өмірің жеңіл болады» деген сөздерін көп еститін. Арай да есейген сайын әдемі үйде тұрып, жақсы киініп, ешкімнен ештеңе сұрамай өмір сүргісі келетін. Бір күні оның құрбысы: «Саған бір адаммен таныстырғым келеді» деді. «Кім?» «Арнұр деген кісі. Жағдайы өте жақсы, өз кәсібі бар, жасы үлкендеу, бірақ өте салмақты адам». Арай бастапқыда аса мән бермеді. Бірақ бірнеше күннен кейін Арнұрмен кездесті. Арнұрдың мінезі сабырлы еді. Ол көп сөйлемейтін, қымбат көлігі бар, жақсы киінетін, өзін ұстай білетін. Арай оның байлығын бірден байқап қалды. Бірақ Арнұр алғашқы кездесуде оған ешқандай артық уәде берген жоқ. «Арай, мен саған бір нәрсені басынан ашық айтқым келеді» деді ол. Арай оған қарады. «Мен бұрын үйленгенмін». Арай сәл тосылып қалды. «Қазір ажырасқанмын, бірақ 2 балам бар». «Балаларыңыз сізбен тұра ма?» «Жоқ, анасымен тұрады». «Ал олардың анасы?» Арнұр біраз үнсіз отырды. «Оның аты Роза, екеуміз бірнеше жыл бұрын ажырасып кеткенбіз». Арай басын изеді. Арнұр сөзін жалғастырды. «Бірақ балаларым болғандықтан Розамен араласуға тура келеді. Балаларыма көмектесем, оларды тастамаймын». Арай бұл сөздерді естігенмен аса қатты алаңдамады. Өйткені оның ойында басқа нәрсе тұрды. Балалары бар екен, бірақ өзі бай адам екен. Арай сол кезде Арнұрдың өмірінде Розаның қандай орын алатынын толық түсінбеді. Арада бірнеше апта өтті. Арнұр Арайға үйленуге ұсыныс жасады. Арай қатты қуанды. Анасы да бұл жаңалыққа риза болды. «Қызым, жақсы жерге бара жатырсың. Бақытты бол» деді анасы. Арайдың жүрегінде ең үлкен арман пайда болды. Енді бұрынғыдай қарапайым өмір сүрмейтіндей көрінді. Үлкен үй, қымбат көлік, әдемі киімдер, қалаған нәрсесіне қол жеткізу. Осының бәрі оның көз алдында тұрды. Сөйтіп, 19 жасар Арай Арнұрға тұрмысқа шықты. Үйлену тойы да дүркіреп өтті. Бірақ той аяқталғаннан кейін Арайдың өмірінде мүлдем басқа кезең басталды. Алғашқы күндері Арнұр оған ерекше көңіл бөлді. Қалаған киімін алып берді, сыйлық жасады, қымбат жерлерге апарды. Арай өзін ертегіде жүргендей сезінді. Бірақ бір күні кешкісін Арнұрдың телефоны шырылдады. Экранда бір ғана есім тұрды: Роза. Арайдың жүрегі бір түрлі соғып кетті. Арнұр телефонды көтерді. «Я, Роза». Ар жақтағы әйелдің дауысы естілді. Арнұр біраз тыңдап тұрды. Сосын: «Жақсы, ертең барып беремін». Арай бірден сұрады: «Роза ма?» Арнұр оған қарады. «Иә, не болыпты?» «Балаларға керек зат бар екен». Арай үндемеді. Бірақ ішінен бір сұрақ пайда болды. Неге өзі барып беруі керек? Арнұр оның ойын сезгендей: «Арай, уайымдама. Мен оған бұрынғы әйелім ретінде емес, балаларымның анасы ретінде көмектесем». Арай жымиған болды. Жақсы. Бірақ оның көңілінде алғаш күдік сол күні пайда болды. Келесі күні таңертең Арнұр: «Мен Розаға барып келемін. Балалардың керек жарағын алып беруім керек» деді. Арай: «Ақшаны беріп жіберсеңіз болмай ма?» Арнұр: «Жоқ, балаларға өзім алып бергенім дұрыс.
Мен де барайын ба? Арнұр сәл кідірді. Сен не үшін барасың? Арайдың көңілі түсіп кетті. Жай ғана. Балаларымның анасына баруым сенің уайымдайтын нәрсең емес. Бұл сөз Арайға ауыр тиді. Арнұр сыртқа шығып кетті. Арай терезенің жанында тұрып, оның көлігін алыстап бара жатқан ұзақ қарап тұрды. Ол кезде Арай бір нәрсені әлі түсінбеген еді. Арнұр Розаға әр барған сайын олардың арасындағы өткен өмір де қайта-қайта есіне түсетін. Ал Арайдың қызғанышы күн сайын күшейе беретін. Бірақ ең қиыны әлі алда еді. Себебі бір күні Арнұр Розаға жай ғана балалар үшін емес, оның өзіне көмектесу үшін бара бастайды. Ал сол кезде Арай алғаш рет мен бұл отбасында кіммін деген сұрақты өзіне қояды. Арнұр сол күні Розаға кеткеннен кейін Арай үйде жалғыз қалды. Алғашында ол өзін жұбатуға тырысты. Балалар үшін ғана барып жатыр ғой. Өзіне осы сөзді бірнеше рет қайталады. Бірақ уақыт өткен сайын мазасыздана бастады. Телефонын қолына алып Арнұрға хабарласқысы келді. Бірақ қайтадан телефонын қойды. Мен енді ғана тұрмысқа шықтым. Бірден қызғанып, күдіктеніп бастасам, ол мені қалай қабылдайды деп ойлады. Кешке қарай есік ашылып, Арнұр үйге кірді. Қолында балаларға алған бірнеше пакет бар. Арай оның қолына қарады. Көп зат алыпсыз ғой. Балаларға керек болады. Розаға бірдеңе алдыңыз ба? Арнұр Арайға қарады. Арай? Не? Сен тағы да осы әңгімені бастама. Арай үндемеді. Арнұр пакеттерді қойып, мен саған басында айттым. Балаларымнан бас тартпаймын. Мен сізден балаларыңыздан бас тартыңыз деп жатқан жоқпын. Онда неге әр барған сайын сұрақ қоясың? Арайдың көзіне жас келді. Өйткені мен сіздің әйеліңізбін. Арнұр жұмсарып, білемін. Бірақ кейде өзімді сіздің өміріңізге кейін келген бөтен адам сияқты сезінемін. Арнұр оған жақындап, олай ойлама. Онда мені түсінуге тырысыңыз. Арнұр Арайдың қолына ұстап, мен сені түсінемін. Арай оның көзіне қарады. Шынымен бе? Иә. Бірақ Арнұрдың өзі де Арайдың қорқынышын қаншалықты үлкен мәселеге айналдыратын білмеді. Бірнеше күн тыныш өтті. Арай да Роза туралы сұрамауға тырысты. Арнұр да бұрынғыдай оған көңіл бөлуге тырысты. Бір күні кешке Арнұр Арайды қымбат мейрамханаға алып барды. Арай көңілді отырды. Арнұр, иә, мен сізден бір нәрсе сұрасам бола ма? Сұра. Розамен не үшін ажырастыңыздар? Арнұрдың жүзі өзгеріп кетті. Ол біраз үнсіз отырды. Кейбір нәрселерді өткенде қалдырған дұрыс. Бірақ мен сіздің қазіргі әйеліңізбін. Өткеніңізді білсем деймін. Арнұр терең дем алды. Біз бір-бірімізді түсінбей кеттік. Ұрыс көп болды, сосын ажырастық. Сіз оны жақсы көрдіңіз бе? Арнұр Арайға қарады. Бір кездері қатты жақсы көргенмін. Осы сөз Арайдың жүрегіне ауыр тиді. Ол күлімсіреді. Бірақ сол күлкінің артында ренжіс тұрды. Ал қазір Арнұр жауап бермеді. Арай тағы сұрамады. Арада бір апта өтті. Бір күні таңертең Арнұрдың телефоны қайта шырылдады. Бұл жолы Роза емес. Баласының мектебі қоңырау шалған екен. Баласы ауырып қалған. Арнұр бірден орнынан тұрды. Мен ауруханаға барам. Арай да орнынан тұрды. Мен де барайын. Арнұр, жоқ. Неге? Сен барсаң, жағдай одан сайын ыңғайсыз болады. Арайдың қабағы түйілді. Мен сіздің балаңызға бара жатырмын ғой. Арай түсін, мен түсінуге тырысып жүрмін. Арнұр үнсіз қалды. Сосын мен тез барып келемін деп ол шығып кетті. Арай терезеден қарап отырып жылап жіберді. Ол өзін кінәлі сезінді. Мүмкін мен тым көп қызғанатын шығармын деп ойлады. Бірақ ішіндегі бір дауыс, жоқ, мұнда сен білмейтін бір нәрсе бар деп тұрғандай еді. Кешке Арнұр үйге келді. Арай оны күтіп отырды. Баланың жағдайы қалай? Жақсы. Роза сонда болды ма? Арнұр бірден ашуланды. Арай, не болды? Сенің сұрайтының осы ғана ма? Арайдың көзіне жас толды. Мен не істеймін? Сіз әр кеткен сайын мен осында жалғыз қаламын. Сіздің бұрынғы әйеліңізбен бірге өткізген өміріңіз бар. Ал мен сіздің өміріңізге енді ғана кірдім. Арнұр біраз үнсіз тұрды. Сосын, сен менің әйелімсің. Бірақ Роза ше? Арнұр, ол балаларымның анасы. Арай, ал егер ол сізді қайтадан қаласа ше? Арнұр жауап бермеді. Ол үнсіздік Арай үшін ең ауыр жауап болды. Сол түні Арай ұйықтай алмады. Арнұр болса терезеге қарап ұзақ отырды. Ол да ойланды. Мен Арайға әділетсіздік жасап жүрмін бе? Бірақ дәл сол сәтте оның телефонына хабарлама келді. Розадан.
Арнұр хабарламаны оқып біраз уақыт үнсіз отырды. Сосын телефонын қайта-қайта қарап шықты. Хабарлама өте қысқа еді. Арнұр, ертең жалғыз келші. Балалар туралы емес, саған айтатын маңызды нәрсем бар. Арнұрдың жүрегі дүрсілдеп кетті. Бұл хабарламаны Арайға көрсетпеді. Ал таңертең Розаға бара жатқан кезде Арнұрдың өзі де бұл кездесудің оның өмірін түбегейлі өзгертетінін білмеді. Роза оған қандай шындықты айтпақ болды. Арнұр сол хабарламадан кейін түні бойы ойланып шықты. Ал таңертең Арай ештеңеден хабарсыз еді. Ол ас үйде таңғы ас дайындап жүрген. Арнұр киініп сыртқа шығуға дайындалып жатқанда Арай қайда бара жатсыз деп сұрады. Арнұр бір сәтке ойланып қалды. Розаға. Арайдың қолында қасық тоқтап қалды. Тағы да ма? Арай, не болды? Оның мәселесі бар екен. Қандай мәселесі? Білмеймін, барған соң сөйлесеміз. Арай күліп жіберді, бірақ оның күлкісінде қуаныш жоқ еді. Әрине, Розаға бірдеңе болса, сіз бірден баруыңыз керек. Арнұр оның сөзінен ренжіс сезді. Арай, мен сенен түсініксіздік сұраймын. Мен үнемі түсінуім керек пе? Арнұр үндемеді, сосын сыртқа шығып кетті. Розаның жағдайы расында қиын еді. Ол біраз уақыттан бері қаржылық қиындықта тап болған. Балаларының оқуын, үйдің шығынына ақша жетпей қалған. Арнұр бәрін естігенде, неге маған ертерек айтпадың деді. Роза, сенің өз отбасың бар, Арай бар. Мен сенің отбасыңа кедергі болғым келмейді. Арнұр, сен кедергі емессің. Роза басын шайқады. Арнұр, сен қазір басқа елмен тұрасың. Арнұр біраз үнсіз қалды, бірақ сен бәрібір балаларымның анасысың. Роза көзін төмен түсірді. Арнұр оның мәселесін шешуге көмектесуге уәде берді. Сол күннен кейін Розаға көмек көрсету Арнұрдың әдетіне айнала бастады. Бірде балалардың оқуын ақша керек болды. Бірде үй жөндеуге қажет болды. Бірде Розаның өз жұмыстан қиындыққа тап болды. Әр мәселе сайын Арнұр, қорықпа, мен көмектесемін дейтін. Арада бірнеше ай өтті, Арай бәрін байқап жүрді. Басында үндемеді, өйткені Арнұр оған әр жолы мен оны әйелім болғасын үшін емес, балаларымның анасы болған үшін қолдап жүрмін деп түсіндіретін. Бірақ уақыт өте келе Арайдың шыдамы азая бастады. Бір күні Арнұр кешкі ас үстінде, ертең Розаға баруым келуім керек деді. Арай қасықты жай ғана үстелге қойды. Тағы қандай мәселе болыпты? Оның жұмысында қиындық болыпты. Оны шешетінсіз бе? Арнұр Арайға қарады. Ол жалғыз 2 баламен отыр. Бірақ сіздер ажырасып кеткенсіздер ғой? Иә. Онда неге оның мәселесін сіз шешесіз? Арнұр күрсінді. Өйткені ол балаларымның анасы. Арай үнсіз қалды. Біраз уақыттан кейін сіз оны бәрібір тастай алмайсыз ғой. Арнұр бұл сөзге бірден жауап бермеді. Сосын Арай, мен саған қанша рет айтамын. Мен Розаны өмірімнен өшіре алмаймын. Себебі баларым бар. Ал мен ше? Сен менің әйелімсің. Бірақ мен сіздің өміріңізде бірінші орында емеспін. Арнұр, бұл бірінші немесе екінші орын туралы мәселе емес. Арай күліп, сізге оңай айту. Бір күні Арай шыдамай, Арнұр, сіз Розаға тым көп көмектесесіз. Оның мәселесін өз мәселеңіздей көресіз. Арнұр ашуланбады. Керісінше сабырмен, Арай, сен өзіңді қинама. Қалай қиналмаймын? Розаға деген менің жауапкершілігім басқа, сезімім басқа. Арай, сіз оны әлі жақсы көресіз бе? Арнұр біраз үнсіз отырды. Мен оның бұрынғы әйелім екенін ұмытпаймын. Бірақ қазір біздің арамызда балалар бар. Сонда сіз оны ешқашан толық тастай алмайсыз ба? Жоқ. Арайдың жүрегі ауырды. Арнұр оның қолынан ұстап, өзіңді қинама. Мүмкін уақыт келе сен де Розамен тіл табысып кетерсің. Арай бірден, мен неге онымен тіл табысуым керек? Өйткені ол біздің балаларымыздың анасы. Біздің? Арнұр түсінбей. Не болды? Арай көз жасын сүртіп, сіз біздің балаларымыз дегенде мен өзімді тағы да бөтен адамдай сезіндім. Арнұр оған жақындап, Арай, сен де кішкене кішірейсең, сен де менің өмірімдегі маңызды адамсың. Бірақ Арай бұл сөзге сенгісі келсе де жүрегі сенбеді. Күндер өте берді. Роза Арнұрға барғанда жиі хабарласатын болды. Бірақ бұл жолы Арнұр да оған бір мәселе болса айт, балаларым үшін қолдан келгенше көмектесем дейтін. Арай мұның бәрін көріп жүрді. Соңғы кездері Арнұрдың мінезі өзгеріп бара жатты. Ол Розаға бұрынғыдан да жиі көмектесетін болды. Бірақ Арайды да тастамайтын. Керісінше Арайға, сен
Розамен татулассаң керек деп қайта-қайта айта бастады. Арай бір күні ашуланып, неге мен онымен татуласуым керек? Арнұр сабырмен, өйткені сен де Роза да менің өмірімдесіңдер. Арай, мен сіздің әйеліңізбін, ол бұрынғы әйеліңіз. Арнұр болса, бірақ ол балаларымның анасы. Сосын Арайға, сен кішірейіп, одан кешірім сұрап, бір қадам жасасаңшы, екеуің тату болсаңдар, маған да жеңіл болар еді, деді. Арай таң қалды. Мен одан не үшін кешірім сұрауым керек? Екеуінің араларында реніш бар. Ол мені жек көреді. Жоқ, Роза ондай адам емес. Арнұр Арайды біртіндеп көндіре бастады. Бірақ Арай оның бұл ұсынысының артында басқа мақсат жатқанын әлі түсінбейді. Бір күні Арнұр, Роза ертең үйге қонақ күтеді екен. Сен барып көмектесіп қайтшы, деді. Арай шошып кетті. Мен бе? Иә, неге? Сен әйелсің ғой енді, үй шаруасын білесің. Роза жалғыз қиналып жүр. Арай үндемеді. Арнұр сөзін жалғастырды. Екеуің бір-біріңе көмектесіп жүрсеңдер жақсы болар еді, деді. Сол сәтте Арайдың ішінде бір нәрсе қозғалды. Ол Арнұрдың сөздерін алғаш рет басқа қырынан ойлана бастады. Неге ол мені бұрынғы әйеліне жақындатқысы келеді? Бірақ бәрібір Розаның үйіне баруға келісті. Арай Розаның үйіне барды. Роза оны жылы қарсы алды. Келгеніңе рахмет. Арай ұялып, Арнұр көмектесіп жіберуімді сұрады деп Роза бірден түсінді. Ол солай деді ме? Иә. Роза ауыр күрсінді. Арнұр кейде бәрін өзі шешкісі келеді. Екеуі бірге дастархан дайындады. Қонақтар келді, Арай көмектесті. Роза да оған жамандық жасамады. Кеш соңында Роза, Арай, мен саған бір нәрсе айтқым келеді. Айтыңыз. Мен Арнұрды сенен тартып алғым келмейді. Арай үнсіз қалды. Бірақ сен бір нәрсені түсінуің керек. Арнұрдың балаларымен бірге біздің өмірімізде оның өмірінің бір бөлігі. Арай сол түні үйге қайтып келе жатып көп ойланды. Ол алғаш рет өзіне, мен Арнұрдың әйелі болдым деп ойлап жүрмін. Бірақ неге оның бұрынғы отбасымен бірге бір үйдің шаруасын істеп жүрмін деп сұрақ қойды. Арай енді Арнұрдың әрекетіне мұқият қарай бастады. Бір күні ол Арнұрдың Розаға балалардың шығынын мен төлеймін. Екінші күні Арайға, мына үйдің шығынын да мен көтеремін. Үшінші күні Розаға, қонақтарыңа көмектесемін. Төртінші күні Арайға, Розамен жақсы аралассаңызшы. Арай бәрін бір-біріне байланыстыра бастады. Арнұр екі кеменің басын ұстап жүрген еді. Бір жағында Арай, екінші жағында Роза мен балалары. Ол екеуін де жоғалтқысы келмейтін. Бірақ ең қауіптісі Арайдың Арнұрға деген сезімі күн сайын күшейіп бара жатты. Ол енді тек оның байлығына қызықпайтын. Ал ол Арнұрды шынымен жақсы көріп қалған еді. Сондықтан оны Розамен татуластыруға тырысып жүргені Арайға барған сайын ауырлай түсті. Арай анасына барды. Ұзақ уақыт үндемей отырды. Сосын, анашым, мен қателестім бе, деді. Анасы, не болды? Арай бәрін айтып берді. Арнұрдың Розаға көмектесетінін, өзін Розамен татуластырғысы келетінін, екі отбасының арасында жүргенін. Анасы біраз үнсіз отырды. Қызым, сен өзіңді алдап жүрген жоқсың ба? Қалай? Сен 19 жасында тұрмысқа шықтың, оқуыңды бітірмедің. Арай үнсіз қалды. Анасы сөзін жалғастырды. Өзің үшін не істедің? Арай жауап бере алмады. Өз еңбегіңмен неге жеттің? Тағы да үнсіздік. Бай адамға тұрмысқа шықтың, енді оның ақшасы мен үйіне үйреніп қалдың. Бірақ ертең болмаса өзіңнің қолыңда не қалады? Бұл сөз Арайдың жүрегіне қатты тиді. Сол түні ұзақ ойланды. Мен өмірімде өзім үшін ештеңе жасамаған екенмін. Ол Арнұрдың байлығына сүйеніп өмір сүрген. Өз оқуын аяқтамаған, мамандық алмады, өз ақшасын таппады, өз аяғымен тұруды үйренбеді. Ал енді күйеуінің жүрегіндегі бір орын басқа әйелмен бөлісе алмай қиналып жүр. Арай Арнұрға қайтып келгенде оның шешімі дайын еді. Арнұр, Розамен сөйлестің бе? Арай, иә. Татуластыңдар ма? Арай басын шайқады. Біз бір-бірімізге жамандық жасамаймыз. Бірақ мен енді сіздің екі отбасыларыңыздың арасында жүрмеймін. Арнұр таң қалды. Не айтқың келіп тұр? Арай, мен кетемін. Неге? Өйткені мен сіздің байлығыңызға қызығып тұрмысқа шықтым. Бірақ кейін сізді шын жақсы көріп қалғанымды түсіндім. Сол үшін көп нәрсеге көзімді жұмдым. Арнұр болса, мен сені жоғалтқым келмейді. Арай, ал мен өзімді жоғалтқым келмейді. Арнұр үнсіз қалды. Мен Розамен бәсекелескім келмейді. Балаларыңызбен де таласпаймын. Сізді де жек көрмеймін. Арай чемоданын алды.
бірақ енді өз өмірімді өзім құрып көргім келеді. Арнұр, сен менсіз өмір сүре аласың ба? Арай көз жасын сүрді. Білмеймін, бірақ тырысып көремін. Ол үйден шығып кетті. Бұл жолы артынан Арнұр жүгіріп шықпады. Өйткені ол Арайдың бұл шешімі ашумен емес, саналы түрде қабылданғанын түсінді. Ал Арай үшін бұл өмірдегі ең қиын бірақ нәрсе маңызды қадам еді. Ол алғаш рет өзіне ғана тиесілі жолды таңдады. Бұрын байлыққа қызыққан қыз енді өз еңбегімен өмір сүруді үйренуге бел буды. Арнұр мен Арай осылайша екі бөлек жолға түсті. Роза болса балаларымен өз өмірін жалғастырды. Ал Арнұр екі отбасының арасында бәрін ұстап тұруға тырысудың да бір күні адамдардың жүрегін жаралайтынын түсінді. Бұл оқиғаның ең үлкен сабағы, біреудің байлығына сүйініп өмір бастау оңай болуы мүмкін, бірақ өз өміріңді өз қолыңмен құру нағыз еркіндік. Ал кейде адам біреуді тастап кеткенде емес, өзін қайта тапқан кезде ғана шын жеңіске жетеді. Құрметті көрермен, сіз не ойлайсыз? Арнұрдың Розаға балалар үшін көмектескен дұрыс па еді? Әлде бұрынғы отбасын тым көп көңіл бөліп кетті ме? Ал Арайдың соңында Арнұрдан кетіп, өз өмірі үшін құруға шешім қабылдағанын дұрыс деп ойлайсыз ба? Пікіріңізді міндетті түрде комментарийға жазыңыздар. Сіздердің әр пікірлеріңіз біз үшін өте маңызды. Егер оқиға сізге ой салса, видео ұнатып, арнаға жазылып, келесі хикаяларды бірге тамашалайық. Ең бастысы, әр адам өз өміріне жауапкершілікпен қарап, шешімін саналы түрде қабылдай білсе екен. Бүгінгі ұрпағымыз біреудің байлығына емес, өз біліміне, еңбегіне және қабілетіне сүйеніп өмір құрса екен. Өз тағдырын өзі таңдап, әр қадамын ойланып басса екен. Сіздердің ойларыңыз біз үшін маңызды. Пікірлеріңізді комментарийге қалдырыңыз.